Сәлем достар, сіздермен бірге мен Алмат KZ. Бүгін біз достар кешегі видео үшін кешірім. Бүгін мен видео түсірген болатынмын. Ал ол видеода мен қоштаспай кеткенмін. Себебі бұл видео камерадан шығып кетті менің телефоным, сондықтан мен қоштасамай қалдым. Даже видеоны аяқтай алмай қалдым. Сондықтан да мен достар сол видеоны аяқтайын деп шештім. Міне камераны қойдым. Достар, қазір болады саны. Гол, достар. Гол. Достар, гол. Енді бір көз жұмып. Достар, гол. Достар, гол. Шыншысы қарапайым, менде ұпай бар. Достар, міне враталист былай допты алайын деп жатқан кезде оның үстіне былай үлкен врата болса, міне достар, қараңыздар, барлықтарыңыз міне келдім мысалға, енді тосайын деп жатқанда былай үлші қатты қараңыздар достар, гол болды. Басқа ештеңе айтамаймын, мен жүгіріп келіп істеймін. Деп қараңыздар, мына үстіне тұрғызып тастадым достар. Достар, кейбір видео достар, мен мобизенмен шығарған бүкіл ойындарым сапасыз, сондықтан мені кешіріңіздер. Мен оны не үшін екенін білмеймін. Басқа видеолар сапалы болады, ал неге қандай сондай сапасыз болады екен да? Сосын соған жынданып отырмын. Достар, енді біз төртіншісі. Достар, бұл ең соңғы челлендж. Міне, бұлай өзіміздің ұлдарымызбен мынаның ішіне кіргізуіміз керек. Алыстан достар. Достар, айтасыздар, мынаның өзінен өткізудің егені алыстан. Мен өткен алыстан тебейін деятым. Достар, көріңіздер, мына жерден өтіп кеткен. Әдейі жерде отырмын. Жаңағыдай ұдар басып жүрші. Мына жерде жүрмейін достар. Өте қиын челлендж. Қисық. Бітті.
сосын бірақ кететінім осы читер шабуылшылар болады. Мына жерден не болды ма? Ана ворота. Қараңыздар. Бұлай голдық кете береді. Сондықтан баратанистер сақтаңыздар. Осындай жарысқа шыққан кезде жарыста Челси командасы солай істеп жүрген. Енді ата-анамнан жаңа топ сұрау керек. Өлімге болады айтпақшы. Мен оны ұмытып кетіппін ғой. Не болса? Елі опамен екен ғой. Бірақ екінші попытка достар. Білуден міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бұл ешқандай монтаж емес. Достар, менің видеом осы әлемге танылып келе жатыр. Себебі мен YouTube көріп отқан кезімде мен өзімнің доп теуіп ойнадым деген видеомды көріп қалдым. Және ол кезде мен қатты қуандым. Достар, сіздерге рахмет. Тым болмаса екі подписчикке жеткізгенсіздерге. Достар, давай қазірден бастап подписаться етерек. Подписаться мен лайк жиналғанда мен толықтырамын да сіздерге видео түсіргім келеді. Келесі видео екі подписчик және бір лайк. Достар, естеріңізде сақтаңыздар. Екі подписчик, бір лайктан кейін, бір подписчик, бір лайктан кейін мен өзімнің келесі видеомды шығаратын боламын. Сіздермен бірге болған мен Алмат Кезет. Айтпақшы достар, мен сіздерге бір айта кететінім, мен бұлай шештім. Бүгін бір подписчик, бір лайкқа жеткізсеңіздер, келесі видеоны шығарам. Ол видеода мен айтам, екі подписчик, екі лайктан кейін видео шығады деймін. Содан кейін мен солай көбейте берем бір-бірден. Себебі достар, мен басқа жұрттардан қалғым келмейді. Достар, маған бұлай айтсаңыздар, сен видеоң сапасыз, сондай мұндай деп айтсаңыздар. Достар, мен оған мүлде көңіл бөлмеймін. Себебі мен әрбір блогерлер қандай болу керек деген видеоны көріп алып, сол видеодағы сол жазған адамдарға көңіл бөлмей өзімнің видеомды жалғастырып кете бер деген. Сондықтан мен ондайларға көңіл бөлмейтін болдым. Жарайды, видеоны созбайық. Сіздермен бірге болған мен Алмат Кезет, және біз видеоны аяқтаймыз достар. Жаңағы айтқанымды ұмытпаңыздар достар. Сіздермен бірге болған мен Алмат Кезет, чеки бау достар.